Бұның құны 290 теңге. Жұртшылық арасында кең тараған бұл видеоға бейжай қарау мүмкін емес, қызықтырады, сүйсіндіреді, таңғалдырады. Bazı жоқ Шымкенттің шығармайтыны жоқ, ойпырмай. Короче, шашлык алып кетейін үйге деп, мына жерде шашлык бар деді да. Келгенмін, келсем мынандай потолок болып отыр ғой. Иә, қателескен жоқсыз, бұл көліктегі кәуап. Ерекше кәсіппен көзге түсіп, елді елең еткізген Бақдәулет есімді азамат. Оның осы істі бастағанына бірнеше жыл болыпты. Көлік капотында кәуап қуыруды жолға қойғанша талай кедергілерге тап болғанын айтады. Елімізде эпидемиологиялық ахуал ушығып, карантин шектеулері енгізілгенде түрлі жоспар жасапты. Уақыт өте келе жағдай тұрақталып, кейіпкеріміз ерекше кәсібін жалғастырыпты. Бұл идея Азербайжан қаласында бір кафенің алдынан көргенбіз. Солай осы идея туындады. Осы неге Қазақстанда жасамасқа? Сөйтіп өзіміздің мініп жүрген машинамызды осылай істедік. Кәуапты тапсырыс берушілерге ерекше тәсілмен жеткізгендігін білгендіктен қала тұрғындарының қызығушылығы арта түсіпті. Біздің шашлык 290 теңгеден басталады. Өте тиімді бағада. Және де біздің подачаларымыз, мәселен, бізге доставка беретін болса, біз оны бұлқан нанға салып береміз. Бұның идеясы маған бір әлеуметтік желіде оқып отырдым. Сонда пластмасс ыдыстар мусордан жасалатынын оқыдым. Содан маған ой келді, осындай бұлқан нанға салу деген. Мектепті бітіргеннен кейін Бақдәулет мәдениет пен өнер саласын таңдапты. Өнерлі азамат қазір ән айтып, үрмелі аспапта ойнайды. Десе де өнермен бірге кәсібін қатар алып жүрген кәсіпкер бұл таңдауды бірден жасамағанын айтады. Ізденіс пен табандылықтың арқасында ғана нәтижелі іске қол жеткізіпті. Кәсіпті дөңгелету үшін енді қазіргі таңда неше түрлі жобалар бар, қанша адамдар бизнес жасап жатыр, соның көбісі банкротқа ұшырап жатыр. Енді ол үшін менің ойым креативті дүниелер қажет деп ойлаймын. Жаңалық, жаңа жобалар ойлап табу. Отбасылық кәсіптің көзін тапқан Бақдәулеттің інісі Мұхамеджан бас аспаз, ағасына қолғанат болып барлық бастамаларына қолдау көрсетіп келеді. Бүгінде өңірде көлік капотында кәуап пісіретін азаматтарды білмейтін жан жоқ. Ал кәуапқа деген сұраныс өте жоғары, ендеше дәл осы кәуаптың дәмін бірге көрейік. Дәмі тіл үйрет.